Кайырлы күн, калдарыңыз калай? Бүгүнкү сабакта мен сиздерге ИП ээси упрощенка режимде 910 форма нулевой отчетто калай тапсырылады. Сону көрсөтөтүн боламын. Казыр билесиздер, салык кабинети баардыгы жаңы сайтка ауысты. Жаңы кабинетке кирүү ссылкасы knp.kgd.gov.kz. Сиздер болсо новый салык кабинетине киресиздер. Осы жерге киргенден кийин биз ЭЦПны тандап жеке кабинетке киретін боламыз. Жеке кабинетке киремиз. Жеке кабинетке киргенден кийин бизге профилге киремиз. Мына жогорку жагында ИП ээсинин аты жөнү жазылып турат. Осы жерде стрелканы баскан кезде сиздерге посмотреть профиль дегенди басасыздар. Обновить дегенди басамыз. Енді бізге нулевой отчет тапсырылатын болғандықтан тек место жительства мен место нахождения ИП-ны көрсек қана болады. Төменге қарай түсіп қарайсыздар. Міне по месту жительства УГД бізде 4306, по месту жительства нахождения ИП бізде 4306. Осы екеуін жазып аласыздар. Ал бізде ауылда, районда уақытта бізге ондай қажет емес. Егер сіздерге отчет табыспен болатын болса, онда білу керек болады. Табыспен отчеттар тапсыратын кезде біз бейін көрсету керек боламыз, сол кезде бізге ол керек. Ал қазір бізге тек осы по месту жительства, по месту нахождения ИП осы екеуін жазып алсақ қана жеткілікті. ИП-ның қандай режимде екенін төменге қарай түссеңіздер, міне специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации деп тұр. Упрощенный режимде біз 1 январьдың 2026 жылдан бастап осы упрощенныйда қалуға заявление жібердік. Негізі ИП-ның ашылған уақытын мына жерден көрсеңіздер де болады. По месту нахождения ИП деп 1 сентябрьде 2022 жылы ашылған. Я болмаса сіздер оны уведомление талоннан көрсеңіздер де болады, қай уақытта ашылған. Одан кейін бізге керек болады окет. Яғни қандай услугамен айналысады, соны көрсетеміз. 96090 деп тұр. 96090 осы окетпен по месту нахождения ИП, по месту жительства осы кодтарын жазып аласыздар. Енді біз қазір отчет тапсыратын боламыз. Отчет тапсыру үшін подать документ дегенді басасыздар. Осы жерге 910 деп найти деп бассаңыздар, 910 декларацияны шығады. Бірінші полугодие 2026 жыл подать деп басамыз. Осы жерде вид декларация, егер сіздер бірінші рет тапсыратын болсаңыздар, первоначальная дегенді басасыздар. Ал екінші, үшінші, төртінші рет уже очередная болып кетеді. Егер қосымша отчет тапсырылатын болса, онда дополнительная деген таңдайсыздар. Уведомление келген уведомление бойынша тапсыру керек болса, по уведомлению деп тапсырасыздар. ИП-ны жабуға жіберу керек кезде ликвидационная деп отчет тапсырылады. Біздің жағдайымызда қазір очередная деп басамыз. Бірінші полугодие 2026 жыл. Мына жерде ИП не ведет бухгалтер деп басамыз. Қазақстан Республикасының азаматы дегенді басамыз. Мына жерге жаңағы қандай услугамен айналысады, соны жазасыздар. Осылай кодты жазған кезде бізге осылай барлық қызыл болып тұрғандар кетеді. Далее дегенді басамыз. Бізде доход жоқ. Далее деп басамыз. Осы жерде біз медстрахование обязательно қарайсыздар. Қай айға төленді, сол айларды қана белгілейсіздер. Егер төленбеген болса, онда 0 деп барлығын өзгерту керек болады. Осылай 0 деп өзгертіп шығасыздар. Медстрахование 0. Ештеңе төленген жоқ, сондықтан далее деп басамыз. Енді осы жерде міне по месту жительства код органы өзі шығып тұр. По месту нахождения ИП өзіміз жазамыз. Міне осылай сіздерге шығады. Я несу ответственность деп галочка қойып сформировать дейсіздерде. Осы жерде ЭЦП мен қол қойып жібересіздер. Міне подписать и отправить дегенді басамыз. Осы жерде ЭЦП-мен қол қойып ашу деп жіберетін боласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер тапсырған отчеттарыңызды мой документы деген жерде бассаңыздар, бұл жерде міне 910 форма деп, мына екінші полугодие 25 жылға тапсырып тұрға, 2026 бірінші полугодие деп осы жерден көре аласыздар. Осы жерге шығып тұрады. Налоговый отчетность деген жерден көресіздер. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.